Так, принтер HP LaserJet M236 CDN драйвер қондырамыз. Google'ға жазамыз, дәл осылай. Поискті басамыз. Сосын оригинал сайтына кіреміз. Міне оригинал сайт. Официальный сайт. Соған кіреміз да, сосын операционный система егер 11 болып атса сізде, Windows 11 болып атса, онда егер 10 болып атса 10-ды таңдайсыз, 11 болса 11-ді таңдайсыз. Сөйтіп ең астына түсіреміз да, мына жерде ең ұзын сөз бар, мынандай установочный программа обеспечения и полноценный базовый драйвер деген. Соны басамыз да, осы жерде загрузить дегенді басамыз. Примерно осындай мегабайт. Загрузить дейсіз да, скачать етіп бастайды. Сосын оны қондырасыз, ары қарай USB-ді таңдайсыз. USB шнур арқылы қосам принтерді деп таңдайсыз. Ары қарай далее установить, оңайлау ары қарай уже. Осылай қондырасыз. Сол кезде полноценно қондырады драйверді. И сканердің драйверінде, и принтердің драйверінде қондырып шығады.